Елімізде бала туу көрсеткіші төмендеп барат. Медициналық себеп бедеуліктің өсуі. Былтыр 29,1 мың әйелге осындай диагноз қойылған, ал ерлер арасында 102 жағдай тіркелген. Мамандар бала тууды ұзаққа шегеру әйел денсаулығына кері әсер етуі мүмкін дейді. Қыз баланың жасушасы өмір бақи сол санаулы, сол жасушаларды ғана біз қолдана аламыз. Сондықтан да ода шектеу бар. Егерде өз уақытысында келіп қыз келіншек босанбаса, кейін келе ол қыз бала өзінің биологиялық түрде баласын дүниеге алып келе алмайды. Фолликулдары аз болады, оның антимюллерский гормоны азаяды. Ылғи да оның эстроген гормоны жоғары болып тұрады. Ары қарай бұл эндометрийдің өзгерістеріне алып келуі мүмкін. Маткасының ішіне жабайы ет пайда болуы мүмкін. Ары қарай мысалы етеккір дұрыс келмейді. Мамандардың айтуынша, әйелдің физикалық тұрғыдан 35 жасқа дейін бала туу маңызды. Бұл әйелдің репродуктивтік жүйесінің дұрыс қызмет етуіне ықпал етеді. Жүктілік кезінде гормондық жүйе реттеліп, жүрек, қан тамыр, сүйек, бұлшық ет және басқа ағзалар белсенді жұмыс істейді. Қазіргі таңда эндометриоз деген ауру көбейіп бара жатыр. Не себеппен? Өйткені менструалдық цикл көбейеді. Қыз келіншектер жылына 10-12 рет менструациясы болады. Гормоналды статус тоқтамай жұмыс істеп тұрғандықтан бұл жерде өзгерістер болады. Біздің табиғатымыз солай жасалынған, енді солай қалыптасқан деп айтса болады, өзінің тұрақты бір паузасы болады. Сол баланы босанған кезде біз паузаға тұрамыз, және баланы емізіп жатқан кезде біз тұрақты физиологиялық паузада боламыз. Ол жақсы, өйткені ары қарай осындай гинекологиялық ауруларға шалдықпайды. Сондықтан медициналық тұрғыдан ешқандай да теріс көрсеткіш болмаса, балалы болудан бас тарту дұрыс емес дейді маман. Дегенмен де елімізде денсаулығында кінәрат болмаса да саналы түрде перзент сүйгісі келмейтіндер қатары артып келеді.